Қайырлы күн достар, бүгін осындай айраннан ажурный әдемі блинчики дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Айранымызға соданы салып, жақсылап араластырып аламыз көпіргенше. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып, қантымызды толық ергенше жақсылап араластырып аламыз. Сұйық май құйсаңыздар да болады, менде сары май салдым ішіне. Ұнымызды жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды барлығын салып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Суымызды құйғаннан кейін тез жылдам араластырамыз, ішіне жұмыртқасы пісіп кетпес үшін. Табамызды қыздырып аламыз, үстіне азырақ май салып, блиниларымызды пісіре береміз. Бастапқы кезінде 1-2 блини жабысуы мүмкін, одан кейінгілері жақсы шығады. Блиниларымыз дайын. Мен салмасына осындай творог пен қантты араластырып салдым. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.